Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін көздің көру жағдайын үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Таңның атысы, күннің батысы көзіміз телефоннан босамайды. Бұлай салмақ салу көздің көруіне кері әсер етеді. Салдарынан көру қабілетіміз нашарлап, тала бастайды. Бұл әдістер әсіресе күні бойы компьютермен, телефонмен достасып жүрген оқушыларға, студенттерге өте қажет. Көзіңізге бүгін күтім жасамасаңыз, онда көру қабілетіңіз төмендейді. Көздің құрғауы, көздің жасаурауы, сұл қараңғылық, алыстан көрмеу секілді көз аурулары белең алады. Көздің көруін жақсартатын тағамдар: сәбіз, ақжелкен, ашжапырақ, салат жапырағы, қызанақ, шалқан, шалғам, ақжелкек, кептірілген жеміс, қара жидек, көк жидек, итмұрын, шабдалы, бал және грек жаңғағы. Мұнан басқа құрамы А және В6 дәрумендерімен мырыш, фосфор және хром элементтері бар азықтарды көбірек жеңіз. Әсіресе сабақ дайындайтын кезде сәбіз жеңіз. Сәбіз алысты көрмейтіндерге, конъюнктивитке, көздің талып ауруына жақсы ем болады. Ал грек жаңғағы көздің жасаурауына тоқтау салады. Мейлінше үй тапсырмасын орындаудан алдын бір дана сәбіз бен 5-6 дана грек жаңғағын жеуді әдетке алдырыңыз. Ал сабаққа кірісетін кезде бір шыны бал қосылған шай ішсеңіз, пайдасы керемет болмақ. Одан бөлек халықтық жолмен де көздің саулығын жақсартуға болады. Ащы шоколад көздің өткірлігін арттырады, әрі алыстан көруге қырағы етеді. Осы кереметке ие болу үшін күнде бір плитка ащы шоколад жеңіз. Шоколадтың құрамындағы флавоноид атты антиоксидант көздің саулығын арттыруға септігін тигізеді. Қабынуды болдырмайды, әрі жанарыңыздың жасаурауына нүкте қояды. Бал мен шай көздің қабынуына ем. Ол үшін бір шыны қою емделген шайға бір шай қасық бал араластырып, әр көзіңізге 5 тамшыдан тамызасыз. Ем кезінде жайланып жатқаныңыз жөн. Жалбыз көздің көру қабілетін сақтайды. Ем үшін дәріханада сатылатын жалбыз майының бір тамшысына тазартылған 100 мл су құйып көзіңізге тамызасыз. Картоп көздің шаршағанын басады. Ол үшін орташа көлемдегі картопты үккіштен өткізіп, дәкеге саласыз. Дәкені 20 минут көзіңізге таңып қою керек. Достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.